екі жарты бір бүтін деген сөздің шын мағынасын түсінеміз ба? Бұл сөзді дұрыс қолданамыз ба? Көп кезде тойда жастар үйленіп жатқанда оларға екі жарты бір бүтін деп сөйлеп жатады. Бұл сөздің шын мағынасы басқа. Бір еркек тұл бойдақ қалады, әйелі қайтыс болып, жарты боп қалады, жарым боп қалады. Сосын бір әйел жесір қалады ғой. Сонда осындай тұл бойдақ, вдовец дейді ғой орысша. Сосын жесір вдова үйленгенде соны екі жарты бір бүтін деп айтады екен негізі қазақтар. Ал бұл сол екі жарты бір бүтін болады ма деген үлкен сұрақ. Өйткені көп кезде енді бұрынғы тіршілікте шал мен кемпір қосыла салады. Өйткені жалғыз өмір сүру қиын, о кезде әйелдің жұмысы бар үй ішінде, сосын әйелде өзі өмір сүре алмайды, малды бағатын адам болмаса, сөйтіп қосылады екен. Бірақ әрқайсының көңілі басқаша болады. Бір ертегі бар ғой, о жерде қателеспесем бір солай қосылған шал мен кемпір ханға барып, қазіге барып арызын айтады екен. Түнде дейді, мені шалым төсектен итере салады, құлаймын деп. Сонда бұл қалай деп одан сұрағанда шалдан, ол айтады, мен де күндіз мен де далада жүремін, алғашқы қосылған әйелім есіме түседі, марқұм болған. Бұл адамдай үйде жүріп, байын есіне түсіреді, жас кезінде сол сүйіп тиген байын есіне түсіреді. Сөйтіп мен де өз әйелімен жүре беремін далада, ол да өз байымен үйінде жүре береді. Ал түнде жатқанда төртеуміз бір төсекке симайды екенбіз. Содан байқамай итереді екенмін деп айтқан екен. Сонда екі жарты бір бүтін бола ма деген сондай мәселе бар екен. Жастарға бұл сөзді қолданбаған дұрыс деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз?